Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 30 жыл толуына орай Қазақстан халқы ассамблеясы және көп ұлтты қоғам атты бейнероликті назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан халқы ассамблеясы 1995 жылы 24 наурызда мемлекет басшысы жанындағы кеңесші орган ретінде Қазақстан халқы ассамблеясы құруды ұсынды. Қазақстан халқы ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған Қазақстан халқының бірінші форумында жариялады. Мұндай институтты құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған тәуелсіз полиэтносты мемлекеттің тұрақты даму тұрғысынан туындаған еді. Аталған бастама мәдениетаралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін қалап, этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып табылады. Ассамблеяның қызметі бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйымдастыра отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес қосып келеді. Ассамблея қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне қарамастан әрбір азаматтың құқықтары мен еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты. Қазақстанның көп этностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнады. Кітапхана қорында Қазақстан халқы ассамблеясы алғашқы қадамдар, құжаттар мен материалдар жинағында Қазақстан ассамблеясының ұйымдастырылуы мен қызметі туралы Қазақстан Республикасында табысты жұмыс істеп жатқан этномәдени орталықтардың жан-жақты қызметі көрсетілген. Қазақстан халқы ассамблеясы ел тарихында атты кітабында бейбітшілік және ұлттық бірлік идеясы, халықаралық ынтымақтастықты және жұмыс болашағы туралы жазылған. Қазақстан халқы ассамблеясы 20 жылдық тарих кітабы. Бұл кітапта ұлттық бірлік құндылықтарының негіздері, қазақ халқының этносаралық қатынастар саласын реттеудің қоғамдық саяси институты ретінде Қазақстан халқы ассамблеясының қалыптасуы мен дамуының 20 жылдық кезеңдегі негізгі белестері баяндалады. Жансейіт Түменбаевтың «Тәуелсіз Қазақстан бейбітшілік келісімінің және жасампаздықтың 30 жыл» атты бұл кітабында Қазақстан халқы ассамблеясының тарихы, мәңгілік елдің жалпы ұлттық құндылықтарын баяндайды. Қазақстаннан отан қорғауға әртүрлі ұлт өкілдері, жеңісті жақындатуға тыл еңбеккерлері еңбек етті, майдан шебінде аянбай шайқасты. Осы ерліктері жайлы ассамблеяның құрылғанына 20 жылдығына бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін атты кітабы жарық көрді. Құрметті оқырмандар, Қазақстан халқы ассамблеясы туралы кітаптарды біздің кітапханадан алып оқи аласыздар. Назарларыңызға көп рахмет.